Тез арықтағыңыз келсе, онда осы брокколи қосылған пайдалы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады. Бізге брокколи қажет болады және түрлі түсті капуста. Керек емес бөліктерін алып тазалап аласыздар. Түрлі түсті капусталарды бөлшектерге бөліп аламыз. Енді дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз. Сұйық май немесе зәйтүн майын құямыз. Аз ғана дәміне қарай тұз саласыздар. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырамыз. Қалыпқа пергамент қағазды төсеп аламыз. Түрлі түсті капуста және брокколилерімізді салып 200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Бізге 2 қызанақ қажет болады. Әрқайсысын кубик етіп, үлкендеу етіп турап аласыздар. Табағымызға қызанақтарды және жүгеріні саласыздар. Дайын болған брокколи түрлі түсті капустаны саласыздар. Енді сырды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Ең маңызды бөлігіне көшейік, соусын дайындаймыз. Бізге қажет болады қаймақ, аз ғана дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, сұйық май немесе зәйтүн майын құямыз. Және лимон шырыны қажет болады. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырамыз. Және салатқа арналған осындай приправаларыңыз болса, оны да қосып жіберсеңіз, дәмі өте керемет болады. Салаттың үстіне соусымызды құйып араластырып аламыз. Брокколи және түрлі түсті капуста қосылған дәмді салатымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады және арықтауыңызға көмектесетін дәмді салаттардың бірі. Видео ұнаса лайк басып, парақшаға тіркеліп қолдап қойыңыздар.